Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Меруерт. Бүгін өте дәмді торт жасайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Ауызда еритін, бір шайда желініп қалатын өте дәмді жұмсақ пирог. Бізге керекті 3 дана жұмыртқа, 100 граммдай қантымыз, жақсылап блендердің көмегімен 2-3 есе масса етеміз. Бізде аппақ қаймақтай масса болуы қажет. Блендерлегенде 4-5 минуттай сағатқа қарап отырып блендерледім. Менің бірінші рет жасап отқан тортым, сондықтан қатты сөкпеңіздер. Кондитерліктердің жұмыстары өте қиын екен. Сіздерге бас идім. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Лайк бас, комментария жазып қалдырыңыздар. Өз достарыңызға жіберуді де ұмытпаңыздар. Қазақ каналының дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап кетіңіздер. Міне біздің ақ қаймақты массамыз дайын болды. Аз-аздан сала отырып, ұнымызды бір келкі қоймалжың масса жасаймыз. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Менің каналымда неше түрлі рецепттер бар, солармен қарап, жасап көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Мені бақылап отырыңыздар, колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Бірінші болып, сіздер болып көресіздер. Біз 2 массамызды бөліп алдық, біреуіне арегімізді, екіншісіне какао жаңғағымызды салдық. Енді пергамент қағазымызды төсеп, ыдысымызға массамызды құятын боламыз. Сіздерде 1-ден 4-3 бөлікке бөліп пісірсеңіздер болады. Менде 2 ғана торт пісіретін болғандықтан 2-ге бөліп пісірдім. Жақсылап лопатканың көмегімен тегістеп алатын боламыз. Пешімізге 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне піскенін шанышқының көмегімен білсеңіздер болады. Міне 3-ші тестімді де жасап салып жатырмын. Тегістеп алып, пешімізге пісіріп алатын боламыз. Міне енді біз үстіне қант пен сүтімізді араластырып, щетканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Тестіміз жұмсақ, пропитка дайындап жатырмыз. Жұмсақ болу үшін 1,5 сағаттай тұруы керек. Сүтіміз тортымызға сіңіп, жұмсақ болады. Енді кремін дайындайтын боламыз. Петмол менде сливкем пайдаландым, 400-500 граммдай. Сахармен пудра салып 2 қасықтай. Жақсылап блендердің көмегімен ақ қаймақ масса етеміз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді сливкемізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Мен өзіме пакетке құйып, сливкемді әдемілендіп бастадым. Бірінші рет жасағандықтан қатты сөкпеңіздер. Мені қолдап қойыңыздар.
кондитерліктердің жұмыстары өте қиын екен. Пирогымызды жинап жатырмыз. Үй ісі болғандықтан бекен сливки менің еріп кетті. Міне менің тортым осындай болып шықты. 2 слойдан 3-ші слойын бетіне салдым. Клубника қойып, сосын өзімше әдемілеп қойдым. Осындай болып шықты. Рахмет. Соңына дейін қарап, мені қолдап отырыңыздар. Ас болсын. Келесі кездескенше сау